Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қазіргі хит болып жатқан Қытайдың Тему сайтының Pinduoduoдан басты ерекшеліктерін айтатын боламын. Тему сайты бұл Pinduoduoның халықаралық түрі, яғни Тему сайты Қытайдағы ең алғашқы қазақша сайттардың бірі болып саналады. Яғни мұнда көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде барлығы өзіміздің тілімізде жазылған. Ендігі ерекшелік, бұл жердегі товардың бағалары теңгемен көрсетілген, яғни сіз ақшаны юаньмен емес теңгемен төлейтін боласыз. Және бұл жерде ең басты ерекшелігі, бұл жерде жеткізу бағасы тегін, яғни бұл жерде жеткізу бағасымен бірге тауардың бағасы бірге көрсетіліп тұрады. Мысалы, мына жерде 3602 теңге тауардың өз бағасы мен доставка бағасы бірге көрсетіліп тұр. Яғни тек қана осы товарды алу үшін 3602 теңгені төлейсіз және Қазақстанға тегін келеді. Яғни салмағына ештеңеге төлемейсіз. Осы видео сізге пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, қоңырау жанын баса кетіңіз. Алдағы уақытта Тему сайты туралы қалай тіркелу керектігін, қалай заказ беру керектігін салатын боламын. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Тему сайтына регистрация жасайтын боламыз. App Store немесе Play Marketке кіріп, Тему деп жазамыз. Осы жерде ең бірінші шыққан осы приложениені сақтап алатын боламыз. Сайтқа кіргеннен кейін астында тұрған V деген батырманы басып кіретін боламыз. Одан кейін осы сары батырманы басамыз және бұл жерге өзіміздің телефон номерімізді жазатын боламыз. Номер жазғаннан кейін сіздің телефоныңызға код келетін болады. Сол кодты осы жерге жазып тіркелетін боламыз. Келесі бізде электронный почтаны сұрайтын болады. Осы жерге өзіміздің почтамызды жазатын боламыз. Почтаңызға да осындай код барады, сол кодты осы жерге жазамыз. Біз Тему сайтына тіркелдік, енді адрес тіркейтін боламыз. Тему сайтына адресіміз тіркеу үшін адрес деген батырмаға кіреміз. Сары батырманы басамыз. Бұл жерге өзіңіздің тұрып жатқан адресіңіз жазасыз, яғни тұрып жатқан районыңызды және көшеңіздің атын осылай жазып кететін боласыз. Және астына тұрып жатқан квартираңызды жазуға болады, бірақ ол міндетті емес. Келесі астына түсеміз. Мына жерде өзіңіздің облыс қалаңызды таңдайсыз. Менікі Шымкент қаласы, және осы жерден өзім тұрып жатқан районды таңдайтын боламын. Енді астында почтаның индексі керек. Ол жерге өзіңізге жақын почтаның индексін таңдайсыз. Почтаның индексін білмесеңіз, интернеттен өзіңіздің қалаңыздығын көрсеңіз болады. Келесі бізде 12 сандық номерді сұрап тұр. Бұл жерге біз өзіміздің ЖСН-мізді жазамыз, яғни иінімізді жазамыз. Көбісі осы жерден иін тіркегеннен қорқып жатыр екен. Бұл жерде қорқудың керегі жоқ. Өйткені Тему сайты заказдарыңызды шекарадан заңды түрде өткізеді. Сол үшін де иін тіркейтін боламыз. Және астына өзіңіздің аты жөніңізді және телефон номеріңіз жазасыз да сохранить деген батырманы басасыз. Сіз Тему сайтына регистрация жасап, өз адресіңізді тіркедіңіз. Енді келесі сабақта қалай заказ беріп, қалай тегін карго арқылы заказ беретінді айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, қоңырау жаны басып қойыңыздар. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін Тему сайтына Каспи карточканы қалай жалғайтынын айтатын боламын. Тему сайтына кіргеннен кейін астындағы V деген батырманы басамыз. Осы жерден способ оплаты деген жерге кіреміз. Кіргеннен кейін добавить деген сары батырманы басамыз. Енді осы жерге өзіңіздің Каспи карточкаңыздың номерін жазасыз, немесе басқа банк болса, басқа банк карточка номерін жазуға да болады. Бұл жерге картаңыздың срогын жазасыз, ол 4 цифр болу керек. Және картаның артындағы 3 санды осы жерге жазатын боламыз. Одан кейін астындағы сары батырманы басамыз. Сіздің картаңыз тіркелгеннен кейін сізге осылай Каспиден сообщение келетін болады. Сіздің картаңызды тіркеген қауіпті емес, ол үшін астындағы жазуларды оқып шықсаңыздар болады.
Осымен біздің екінші сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраужаны баса кетіңіздер. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін Тему сайтынан заказ беруді үйренетін боламыз. Ең алдымен Тему сайтына кіреміз. Одан кейін мына жерлерде әртүрлі категорияға бөлінген. Сол жерден өзіңізге керек заттарды қарай бересіз. Мен өзіме керек затты поискке жазып іздейтін боламын. Маған балалардың сүлгісі керек. Сол үшін орысша іздеп жазатын боламын. Осылайша сіздерде қалаған заттарыңызды поискке жазып іздей беретін боласыздар. Бұл жерде бірінші тұрған сүлгіге қарасаңыздар, мұнда 21 000 сүлгі сатылған. Сол үшін де мен бірінші тұрған сүлгіні алатын боламын. Кіргеннен кейін астында ең бірінші біз отзывтарын қараймыз. Адамдардың жазған отзывтарын қараймыз. Одан кейін астына түскен кезде сол товар жайлы ақпараттар жазылып тұрады. Мысалы, материалы, неше жастан басталады деген сияқты, соларды көрсеңіздер болады. Енді доставка жағы бізде екіге бөлінеді. Біреуі почта арқылы заказ беру, және екіншісі карго арқылы заказ береміз. Және қай күндері келетіні барлығы жазылып тұр. Мысалы, мына жерде 16 июль мен 3 июльдің арасында карго арқылы берсеңіздер келеді. Мен карго арқылы беретін боламын. Енді заказ беру үшін астындағы сары батырманы басамыз. Осы жерден өзіңізге керек түсін, размерін таңдайсыз. Маған көк түсі керек. Осы көк түсін таңдаймын да в корзину деген батырманы басатын боламын. Одан кейін қайтадан артқа шегініп, келесі товарымды іздейтін боламын. Байқасаңыздар, Тему сайтында минимальный заказ 2500 теңгеден аз болмау керек. Сол үшін де 2500 теңгеге заказ беретін боламын 2-3 затқа. Осылай екінші керек товарымды іздедім. Бірінші тұрғанға кірем. Және де жаңағыдай ең бірінші біз отзывтарын көреміз. Адамдардың жазған, одан кейін осы товар туралы ақпараттарды осы жерден оқып шығамыз. Материалы қандай, бәрін көреміз. Одан кейін корзинаға добавить етеміз, сары батырманы басып. Енді біздің келесі затымыз осындай прозрачный чехол іздедім. Осыған кіремін. Бұл жерден де жаңағыдай отзывтарын көреміз. Және ақпараттарды оқып шығамыз да в корзину деген батырманы басамыз. Біздің корзинамызда жаңағы таңдаған 3 затымыз бар. Енді астында тұрған жасыл корзинаға кіреміз. Жаңа 3 зат таңдадым, сол 3-еуі осы жерде тұр. Өздеріңіз үшін заттарды қайттан тексеріп шығуға болады. Мына жерде iPhone 11 прозрачный және массажердан кез келген түс салып жібереді. Және сүлгіден көк түсі. Біз затымыз тексердік, енді астындағы оформить заказ дегенді басатын боламыз. Енді бұл жерде біз доставка жағын таңдайтын боламыз. Самовывоз және стандартный деген жаңағы через почта арқылы беру. Ал мына жерде адрес таңдаймыз, яғни каргоны өзіміз таңдаймыз. Менде карго таңдалып тұрғандықтан изменить деген батырманы басамын. Сіздерде тоже изменить деп тұру керек, соның үстінен басып кіретін боласыз. Бұл жерде сіздерде карго таңдалмаған, сол үшін изменить деген батырманы басып кіреміз. Бұл жерге өзіңіздің қалаңызды немесе ауданыңызды жазасыз. Мен Шымкент қаласын жазам. Шымкентті таңдаған кезде Шымкентте бар карголардың тізімін шығарып береді. Яғни мен осы жерден өзіме жақын каргоның адресін таңдаймын. Мен жаңа пост арқылы беремін. Яғни мен жаңа пост және өзіме жақын филиалын таңдаймын. Міне жаңа пост каргосының Шайхметов көшесіндегі филиалы маған жақын, сондықтан осыны басып забрать здесь деген батырманы басатын боламын. Біз беретін каргомыз таңдадық. Енді астындағы сохранить деген батырманы басамыз. Біз доставкасын таңдадық. Енді төлемді Каспий карточка арқылы визамен төлейтін боламыз. Каспий картасын тіркеу менде өткен сабағымда, екінші сабақта көрсетілген. Сол жерден көрсеңіздер болады. Болмаса астына
описанияға ссылкасын қалдырып кетемін. Енді бізде осы 3 заттың общий суммасы 2640 теңге шықты. Мен тек осы ақшаны ғана төлеймін, өйткені доставкасы тегін болады. Енді подтвердить заказ дегенді басамыз. Басқаннан кейін осылай Каспийден оплата алынатын болады. Заказ жасағаннан кейін сіздің электронный почтаңызға осындай сообщение келеді. Осы жерден көрсеңіз болады. Сіздің жаңа берген затыңыз 16 июнь мен 3 июльдің арасында келетін болады. Және осы жерден сіз затыңыздың қай жақта келіп жатқанын қарап отыра аласыз. Енді қайтадан Тему сайтына барып, астында тұрған «Вы» деген батырмаға барсақ, «Ваши заказы» деген жерге кірсеңіз, осы жерде сіздің затыңыз қашан жолға шығады, қашан жіберіледі, соның барлығын қарап отырсаңыздар да болады. Осы видео сіздерге пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алдағы уақытта Тему сайты жайлы көптеген ақпараттар салып отырамын. Бәріңе сәлем достар, бүгін Тему сайтынан почта арқылы заказ беруді үйренетін боламыз. Ең алдымен астында тұрған «Вы» деген батырмаға кіреміз. Сол жерден адресімізді тіркемеген болсақ, адрес тіркейміз. Адрес тіркеген кезде барлық данныйымыз тұру керек. Және де мына жерде квартираның нешінші квартира екенін барлығын толықтай толтыру керек. Адрес толтыру менде өткен видеомда бар. Қазір видеоның астына описания қалдырып кетемін. Сол жерден қарап толықтай толтырсаңыздар болады. Адресті толықтай тіркегеннен кейін өзімізге керекті товарларды іздейміз. Менде почтамен заказ беру үшін минимальный заказ 18 000 теңге шығып тұр. Яғни мен 18 000 теңгеге сауда жасайтын боламын. Мысалы мен мына көйлектің ішіне кіремін да, өзіме сай размермен өзіме ұнайтын түсін таңдап аламын. Бұл жерден размерін таңдаймын және в корзину дегенді басатын боламын. Енді келесі товарды дәл солай жасаймын. Мына қызыл көйлекке кіремін. Бұл жерден де өзіме керекті түспен размерді таңдап в корзину деген батырманы басамын. Және келесі товарды да дәл осылай в корзину деп сақтап алатын боламын. Енді астында тұрған корзина деген батырмаға барамын да, жаңағы осы жерден таңдаған 3 товарым осы жерде тұр. Яғни осылардың барлығын тағы да бір тексеріп шығамыз, түсі мен размері дұрыс екенін. Және астындағы оформить заказ дегенді басамыз. Енді бұл жерде доставканың 2 түрі бар. Біреуі карго арқылы беру, және екіншісі Қазпочта арқылы беру. Өткен сабақта біз карго арқылы беруді үйрендік, енді Қазпочта арқылы беретін боламыз. Ол үшін астындағы стандарт деген батырманы басамыз, және бұл жерде доставка қай уақытта келетіні көрініп тұр. Яғни 23 июнь мен 8 июльдің арасында келеді деп тұр. Үстінен басып көрген кезде осылай Қазпочтаның знагы тұратын болады. Және ең бастысы төбесінде осылай біздің адресіміз бен почтаның индексі толықтай шығып тұру керек. Соны тағы бір тексеріп шығатын боламыз. Одан кейін осылай Каспий картамен төлейтін боламыз. Және астындағы подтвердить заказ деген батырманы басамыз. Мен сіздерге мысал үшін көрсетіп жатқандықтан мен төлемедім. Заказыңызды төлегеннен кейін сіздің товарыңыз «Ваши заказы» деген жерге кіреміз. Сол жерде бүкіл заказдарыңыз тұратын болады. Қашан жіберіледі және қашан жетеді, осы жерден барлығын көресіздер. Заказың қай жерде келіп жатқанын толықтай көру үшін «Отследить» деген батырмаға кіреміз. Міне осы жерден сіздің заказыңыз шығып тұрады. Яғни Қазақстанға жеткенше осы жерден қарап отыра аласыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Түсінбеген жерлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза отырыңыздар.